Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге әстем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзім тапсырысқа жасап жүрген дәл осы творожный пирогтың оригинал рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, және парақшам пайдалы, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Барлығы бір жасағаннан шығатын рецепттермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде сақтап алып, және жақыныңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымыздың үстіне қантымызды салып, дәл осылай шанышқымен басып жібереміз. Венчикпен араластырсаңыздар арасына кіріп ыңғайсыз болып кетеді. Сол себепті міндетті түрде дәл осылай шанышқымен біріктіретін боламыз. Сары май мен қантты. Сары майды ерітпестер, міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет. Одан соң үстіне бір жұмыртқамызды саламыз да жақсылап оны да араластыратын боламыз. Одан соң қаймағымызды саламыз. Барлық құрамын, қанша грамм қосу керек, төменге описание бөліміне жазып қоятын боламын. Міндетті түрде дәл сол құрам бойынша жасасаңыздар, сіздерде идеальный қамыр және салмасы барлығы дәп менікінде шығатын болады. Сол себепті міндетті түрде құрамы бойынша жасаңыздар. Соң ұнымыздың үстіне разрыхлитель, яғни қамыр қопсытқышымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бізде жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр пайда болады. Дәл осылай қолымыздың қатты күшімен емес, ұшымен ала отырып, осындай жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Қамырымыз дайын болған соң, салфанға салып, тоңазытқышқа салмасын дайындағанша салып қоямыз. Салмасына бізге сулы емес, құрғақ творог керек болады, және қант саламыз үстіне. Одан соң қаймағымызды салып, жұмыртқамызды жарып саламыз. Яғни 3 жұмыртқа саламыз, қыздар. Салмасының барлығын төменге жазып қоямын грамын. Одан соң крахмал, ванилин қоспау өз қалауларыңызша. Ванилин ол пирогқа кішкене дәм беріп тұрады. Көп қосып қойсаңыздар да өте дәмі онша емес болып қалады. Сол себепті сәл кішкене қасықтың ұшымен қоссаңыздар болады. Одан соң осылай блендермен жақсылап езгілеп аламыз, қыздар. Миксермен болмайды. Себебі біздің творогтың жаңағы арасындағы түйіршіктері қалып қояды. Пирогымыздың арасында жеген кезде білініп тұрады. Сол себепті міндетті түрде блендермен араластырамыз. Салмамыз дайын болғаннан кейін қамырымызды тоңазытқыштан алып, менің формам диаметр 24 см, 24-26 диаметрлік формаға жасай берсеңіздер болады дәл осы рецепт бойынша. Енді формамызға қамырымызды орналастырамыз. Астына міндетті түрде пергамент қағазын төсеп аласыздар. Себебі асты жабысып қалмауы керек. Формамызға орналастырып, қамырымызды шетіндегі бортикеларын кесіп алып тастайсыздар. Ол кесіп алып тастаңыздар, немесе қолмен басып жіберсеңіздер де болады. Енді дайын салмамызды осылай құямыз. Осы сәтте енді бортикеларын кесіп тастаймыз, және қолмен басып жіберсеңіздер де болады. Мен енді әдемілеп, еректеліп тұру үшін осылай ерек пышақтың көмегімен кесіп, шеттерін алып тастадым. 180 градуста 35 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей, осымен біздің пирогымыз дайын. Суығаннан кейін міндетті түрде содан кейін бар формадан шешесіздер. Суымай жатып формадан алып қоюға болмайды. Себебі арасындағы қаймағы, творогы барлығы ашылып, шетінің барлығы ашылып кететін болады. Сол себепті міндетті түрде пирог суығаннан кейін барып қана формадан шешіп аламыз. Содан кейін барып осылай оформлениесін жасаймыз. Оформление жасау өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар да, жасамасаңыздар да болады. Ол енді өздеріңіздің еріктеріңізде. Мен енді бетіне осылай колебауд шоколадынан жасадым. Сіздер Қазақстан шоколадымен жасасаңыздар да болады. Енді дайын пирогымызды кесе берсек болады. Холодильникке 1 сағатқа қойып қойсаңыздар да дәмі ерекше болып тұрады. Осымен пирогымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, парақшама тіркеліп, лүпіл басып, және қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Сіздерге дәл осы рецептпен жасасаңыздар, міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Қараңыздар, қыздар, разрезінің өзі өте әдемі, керемет кесіледі. Жеген кезде де дәмі ауызда қалады ғой. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса, лүпіл бас сақтап алыңыздар.